Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 140-шы сабақты қарастырамыз. Бөлімдері бірге жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Сурет бойынша бөлшектерді жаз дейді. Әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бөлшектерді екі-екіден салыстыр. Бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырған кезде алымы үлкен бөлшек үлкен болып табылады. Неге екенін түсіндіріп көр дейді. А нұсқасындағы бірінші сурет 12 бөлікке бөлінген, оның 5-еуі боялған. Яғни 12-ден 5 бөлшек деп жазамыз. Екінші сурет 12-ке бөлінген, оның 8 бөлігі боялған. Яғни 12-ден 8 деп жазамыз бөлшекті. Енді салыстырып көрейік. Бөлімдері бірдей 12-ден қайсының алымы үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Яғни 12-ден 8 үлкен екен 12-ден 5-тен. Келесі ә нұсқасына қарайық. Бірінші сурет 16 бөлікке бөлінген, оның 4 бөлігі боялған. Екінші сурет 16 бөлікке бөлінген, оның 6 бөлігі боялған. Енді салыстырып көрейік. 16-дан 4 кіші 16-дан 6-дан болады. Себебі бөлімдері бірдей 16, алымы 4-тен 6 үлкен, яғни 16-дан 6 бөлшегі үлкен болады екен. Есімізге сақтап алайық. Бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін алдымен өрнектердің мәнін есептеп алу керек. Одан кейін барып екі бөлшекті салыстыру керек. Келесі екінші есепке назар аударайық. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесін есіңе түсір, есепте дейді. Яғни бөлшектерді қосу ережесін есімізге түсіріп, осылай есептеп шығамыз. Келесі үшінші есепке назар аударайық, салыстыр дейді. 90-нан 15 қосу 90-нан 12, 90-нан 1 қосу 90-нан 41. Екі өрнекті, яғни екі бөлшекті салыстырамыз. 90-нан 15-ке 90-нан 12-ді қоссақ, 90-нан 27 болады. 90-нан 1-ге 90-нан 40-ды қоссақ, 90-нан 41 болады. Яғни 90-нан 27 кіші 90-нан 41-ден болады. Келесі 120-дан 77 қосу 120-дан 42 қоссақ 120-дан 119 болады. 120-дан 61-ге 120-дан 21-ді қоссақ 120-дан 82 болады. Яғни 120-дан 119 үлкен 120-дан 82 болады екен. Келесі 12-ден 2 азайту 12-ден 1 болады. 12-ден 1 бөлшегі. 12-ден 5 азайту 12-ден 2 болады. 12-ден 3. Яғни 12-ден 1 кіші 12-ден 3-тен болады. Келесі 30-дан 5 қосу 30-дан 3 бөлшегі мәні 30-дан 8 болады. 30-дан 5 қосу 30-дан 2 мәні 30-дан 7 болады. Яғни 30-дан 8 бөлшегі үлкен 30-дан 7 бөлшегінен болады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Берілген сандардың 3-тен 1 және 10-нан 1 бөлігін тап дейді. Яғни 360 мыңның 3-тен 1 бөлігін табу үшін 360 мыңды 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. 3-ке бөлсек 120 мың, оны 1-ге көбейтсек 120 мың болады. 420 мыңның 3-тен 1 бөлігін табу үшін 420 мыңды 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, 140 мың болады. Келесі 27 мыңның 3-тен 1 бөлігін табу үшін 27 мыңды 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, 9 мың болады. Келесі 3 мыңның 3-тен 1 бөлігін табу үшін 3 мыңды 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, сонда 1000 болады. Келесі 360 мыңның 10-нан 1 бөлігін табу үшін 360 мыңды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз, оннан 1 бөлігі 36 мыңға тең болады. 420 мыңның 10-нан 1 бөлігін табу үшін 420 мыңды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз, сонда 420 мыңның 10-нан 1 бөлігі 42 мыңға тең болады. 27 мыңның 10-нан 1 бөлігін табу үшін 27 мыңды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз, 2700 болады. 3 мыңның 10-нан 1 бөлігін табу үшін
3000-ды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 3000-ның 10-дан 1 бөлігі 300-ге тең болады. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепте дейді. 30-дан 8 қосу, 30-дан 4 қосу, 30-дан 6 бөлшуін қосу үшін алдымен алымдарын қосып аламыз. 8 қосу 4 қосу 6 бөлімі өзгеріссіз жазылады. Сонда мәні 30-дан 18 болады. Келесі 70-тен 64 азайту, жақша ашылған 70-тен 5 қосу 70-тен 26 жақша жабылған тең. Бірінші жақшаның іші орындалады. 70-тен 5-ге 70-тен 26-ны қоссақ 70-тен 31 болады. Енді 70-тен 64-тен 70-тен 31-ді азайтсақ 70-тен 33 болады. Келесі 60-тан 34 қосу 60-тан 8 қосу жақша ашылған 60-тан 41 азайту 60-тан 16 тең. Алдымен жақшаның іші орындалады. 60-тан 41-ден 60-тан 16-ны азайтсақ 60-тан 25 шығады. Енді 60-тан 34-ге 60-тан 8-ді қоссақ 60-тан 42 болады. 60-тан 42-ге 60-тан 25-ді қоссақ 60-тан 67 болады. Келесі 15-тен 10 қосу, 15-тен 14 азайту, 15-тен 4 бөлшегі. Бұл жерде алдымен жақшаның іші орындалады. 15-тен 14-тен 15-тен 4 алсақ 15-тен 10 болады. Енді қосамыз. 15-тен 10-ға 15-тен 10-ды қоссақ 15-тен 20 болады. Келесі бөлшекте 67-ден 13 азайту 67-ден 6. Яғни жақшаның іші орындалады. 67-ден 13-тен 67-ден 6-ны алсақ 67-ден 7 болады. Азайту 67-ден 6 тең 67-ден 1 болады. Келесі өрнек 46-дан 28 азайту жақша ашылған 46-дан 30 азайту 46-дан 2 жақша жабылған тең. Алдымен жақшаның іші орындалады. 46-дан 30-дан 46-дан 2-ні алсақ 46-дан 28 болады. 46-дан 28-ден 46-дан 28-ді азайтсақ 0 болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Растқананы жөндеу үшін әрқайсында 24 адамнан 3 құрылыс бригадасы құрылды. Барлық жұмысшылардың 4-тен 1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізді. Сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшылардың 9-дан 4 бөлігі сырлаушылар, қалғандары кірпіш қалаушылар болды. Бригадада қанша кірпіш қалаушы болды дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Яғни растқананы жөндеу үшін әрқайсында 24 адамнан 3 бригада құрылған екен. Оның 4-тен 1 бөлігі сылаушылар жұмыстарын жүргізетін адамдар екен. Сылақ жұмыстарын жүргізетін адамдардың 9-дан 4 бөлігі сырлаушылар екен. Алдымен сылақ жұмыстарын жүргізетін адамдарды тауып аламыз. Одан кейін сырлаушылар табамыз. Одан кейін барып кірпіш қалаушыларды табамыз. Ол үшін 24-ті 3-ге көбейтіп, 3 бригадада барлығы неше жұмысшы барын тауып аламыз. Яғни 3 бригадада барлығы 72 жұмысшы бар екен. Енді 72-ні 4-ке бөліп 1-ге көбейтіп, сылақ жұмыстарын жүргізетін жұмысшылар тауып аламыз. Яғни сылақ жұмыстарын жүргізетін жұмысшылар 18 екен. Енді 18-ді 9-ға бөліп 4-ке көбейтіп, сырлаушылар тауып аламыз. Яғни сырлаушылардың саны 8 екен. Енді сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшыларға 18-ге сырлаушыларды қосамыз 8-ді, сонда 26 болады. Ол 26-ны барлық жұмысшылардан азайтамыз, сонда 46 болады. Яғни бригадада 46 кірпіш қалаушы бар екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Салыстыр дейді. 4-тен 1 тәулікпен 340 минутты салыстырамыз. Ол үшін 4-тен 1 тәулікті минутқа айландырып аламыз. 1 тәулікте 24 сағат бар. 24-ті 4-ге бөліп 1-ге көбейтсек 6 сағат болады. Енді 6 сағатты минутқа айландыру үшін 1 сағатта 60 минут бар. 6 сағатты 60-ға көбейтеміз. Сонда 360 минут. Яғни 4-тен 1 тәулікте 360 минут бар екен.
4-тен 1 тәулік артық 340 минуттан болады екен. Келесі 2-ден 1 сағат пен 35 минутты салыстырамыз. Яғни 2-ден 1 сағатты минутқа айландырамыз. 1 сағатта 60 минут бар. 60-ты 2-ге бөліп 1-ге көбейтсек, 30 минут болады. Яғни 2-ден 1 сағатта 30 минут бар. 2-ден 1 сағат кіші 35 минуттан болады екен. Келесі 2-ден 1 тәулікті 12 сағатпен салыстырамыз. 1 тәулікте 24 сағат бар. 24-тің 2-ден 1 бөлігін табу үшін 24 2-ге бөліп 1-ге көбейтсек 12 сағат болады. Яғни 2-ден 1 тәулікте 12 сағат бар екен. 12 сағат пен 12 сағат салыстырсақ, екеуі тең болады. Келесі 2-ден 1 метр мен 60 сантиметрді салыстырамыз. Яғни 1 метрде 100 сантиметр бар. 100-дің 2-ден 1 бөлігін табу үшін 100-ді 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 50 сантиметр болады. Енді 50 сантиметр мен 60 сантиметрді салыстырамыз. Сонда 60 сантиметр үлкен. Яғни 2-ден 1 метр кіші 60 сантиметрден болады екен. Келесі 4-тен 1 метр артық 2-ден 1 метрден. Келесі 4-тен 1 тәулік пен 12 сағат салыстырамыз. Ол үшін 1 тәулікте 24 сағат бар. 24 сағаттың 4-тен 1 бөлігін табу үшін 24-ті 4-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 6 сағат болады. Яғни 24 сағаттың 4-тен 1 бөлігі 6 сағат екен. 6 сағат кіші 12 сағаттан болады. Келесі 4-тен 1 тонна мен 250 килограммды салыстырамыз. Ол үшін тоннаны килограммға айландырамыз. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1000 килограммның 4-тен 1 бөлігін табу үшін 1000-ды 4-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 250 килограмм. 250 килограмм мен 250 килограмм тең болады. Келесі 5-тен 1 километр мен 200 метрді салыстырамыз. Ол үшін километрді метрге айландырамыз. 1 километрде 1000 метр бар. 1000 метрдің 5-тен 1 бөлігін табу үшін 1000-ды 5-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 200 метр болады. Яғни 200 метр мен 200 метрді салыстырсақ, тең болады. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Сызба бойынша санды өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Яғни 100-ден 28-ді азайтсақ 72 болады. 72-ні 12-ге бөлеміз 6 болады. 6-ны 31-ге көбейтеміз 186 болады. 186-ға 114-ті қосамыз 300 болады. Келесі екінші сызба бойынша 12-ның квадратын табу керек. Яғни 12-ні 12-ге көбейтсек 144 болады. 144-ті 18-ге бөлсек 8 болады. 8-ді 31-ге көбейтсек 248 болады. Енді 248-дің квадратын табу керек. Яғни квадратын табу үшін 248-ді 248-ге көбейтеміз. Сонда 61504 болады. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Арман серуенге шығарда тек бір бутерброд алды. Қалғанының бәрін Әлия әкелді. Барлық бутербродты олар өзара бөлісті. Арман барлық бутербродтың 4-тен 1-ін және тағы 3-еуін алды. Ал Әлия қалған 6 бутерброд алды. Әлия барлық қанша бутерброд әкелген? Яғни екі бала барлық бутербродтарды өзара бөліскенде Әлия 6 бутерброд алды. Ал Арман барлық бутербродтың 4-тен 1-ін және тағы 3-еуін алды дейді. Яғни Әлияның алған 6 бутербродына Арманның алған 3 бутербродын қоссақ 9 бутерброд болады. Бұл барлық бутербродтардың 4-тен 3 бөлігін береді. Енді бөлігі белгілі болған соң, бүтінді табу үшін санды алымына бөліп, бөліміне көбейтеміз. Яғни 9-ды 3-ге бөліп, 4-ге көбейтеміз. 9-ды 3-ге бөлсек 3 болады, 3-ді 4-ге көбейтсек 12 болады. Сөйтіп барлық бутербродты тауып аламыз. Яғни барлық бутерброд 12 екен. Ол 12 бутербродтың біреуін Арман әкелді, сонда 11 қалды.
яғни әлия барлығы 11 бутерброд әкелген екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Суретте берілген фигуралардың периметр мен ауданын тап, жалпы ауданын есепте дейді. Алдымен әр фигураның жеке-жеке ауданын тауып аламыз, одан кейін жалпы ауданын табамыз. Алдымен бірінші көк түсті тіктөртбұрыштың ауданын тауып аламыз. Ұзындығы 9 см, ені 7 см. Ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Сонда ауданы 63 квадрат сантиметрге тең. Ал енді периметрін табу үшін ұзындығын еніне қосып 2-ге көбейтеміз. 9-ға 7-ні қоссақ 16, 12 көбейтсек, периметрі 38 сантиметрге тең болады. Енді сары түсті шаршының ауданын табу үшін ұзындығы 2 сантиметр, ені 2 сантиметр. Ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Сонда 4 квадрат сантиметр болады. Ал периметрін табу үшін 2-ге 2-ні қосып, ұзындығын еніне қосып, 2-ге көбейтеміз. Сонда периметрі 8 сантиметр болады. Енді қызыл түсті тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Ұзындығы 11 сантиметр, ені 8 сантиметр. Ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 11 сантиметрді 8 сантиметрге көбейтеміз. Сонда ауданы 88 квадрат сантиметрге тең болады. Ал енді периметрін табу үшін ұзындығын еніне қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Яғни 11 сантиметрге 8 сантиметрді қосып, оны 2-ге көбейтсек, 38 сантиметр бұл периметрі. Енді жалпы ауданын есепте дейді. Жалпы ауданын есептеу үшін 3 фигураның ауданын қосамыз. Яғни S1-ге S2-ні, оған S3-ті қосамыз. Яғни 63 квадрат сантиметрге 88 квадрат сантиметр, оған 4 квадрат сантиметрді қоссақ, жалпы ауданы 155 квадрат сантиметрге тең болады. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап дейді. Бірінші жақшаның ішіндегі бөлік орындалады. 250-ге 560-ды көбейтеміз, 140 мың болады. Екінші 451-ді 260-ға көбейту орындалады. Мәні 117.260 болады. Енді 140 мыңнан 117.260-ды, одан 10.260-ды азайтамыз. Сонда 12.480 болады. Келесі 4-ші орындалатын амал реті 12.480-ді 192-ге бөлеміз, 65 болады. 5-ші орындалатын амал реті 780.936-ны бөлеміз 5006-ға, сонда 156 болады. Келесі 6-ші орындалатын амал реті 65-ге 156-ны қоссақ, 221 болады. Келесі 2-ші өрнекте бірінші жақшаның орындалады. 675.252-ге 46.000-ды қоссақ, 721.262 болады. Екінші орындалатын амал реті екінші жақшаның ішіндегі азайту орындалады. 20.000-нан 19.906-ны азайтамыз, 94 болады. Енді екі жақшадан шыққан сандарды бөлеміз. 721.262-ні 94-ге бөлеміз, сонда 7673 болады. 4-ші орындалатын амал реті 7673-ті 3-ге көбейтеміз, сонда 23019 болады. 5-ші орындалатын амал реті 259.584-ті 48-ге бөлеміз, 5408 болады. 6-ші орындалатын амал реті 23019-дан 5408-ді азайтамыз. Сонда 17611 шығады. Келесі 12-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Айна 11 жаста, ал оның апайы 47 жаста. Неше жылдан кейін апайының жасы айнадан 3 есе үлкен болады дейді. Яғни бұл есепті теңдеу құрып арқылы шығарамыз.
Айнаның жасы 11-де екен. Неше жылдан кейін Айнаның жасынан апайының жасы 3 есе үлкен болады дейді. Яғни 11 қосу x дейміз. Ал апайы 47 жас. Оның да неше жылдан кейін жасы қаншада болатынын білмейміз. Сондықтан 47 қосу x дейміз. 11 қосу x көбейту 3-тен 47 қосу x деп теңдеу көріп аламыз. 11-ді енді жақшаны ашайық. 11-ді 3-ке көбейтсек 33 қосу 3x тен 47 қосу x болады. Енді x-ті бір жағына жинаймыз. 3x азайту x тен 47 азайту 33 болады. 3x-тен x-ті алсақ 2x болады. 47-тен 33-ті алсақ 14 болады. Енді x-тің мәнін табу үшін 14-ті 2-ге бөлеміз. x-тің мәні 7 болады. Яғни 7 жылдан кейін апайының жасы Айнадан 3 есе үлкен болады екен. Тексеріп көрейік. Айнаның жасы 11. 11-ге 7-ні қоссақ 18-де. Яғни 7 жылдан кейін Айна 18-ге келеді екен. Ал апайының жасы 47-де. Оған 7-ні қоссақ 54 болады. 7 жылдан кейін апайының жасы 54-ге келеді екен. Енді 7 жылдан кейінгі Айна мен апайының жасын салыстырып көрейік. Айнаның жасы 18, апайының жасы 54-те болды. Яғни Айнаның жасынан апайының жасы 3 есе үлкен болады екен. 18-ді 3-ке көбейтсек 54 болады. Немесе 54-ді 3-ке бөлсек 18 болады. Яғни 7 жылдан кейін апайының жасы Айнадан 3 есе үлкен болады екен. Келесі 13-ші есепке назар аударайық. Есепте салыстыр дейді. Бірінші бөлшекте 70-тен 17-тен 70-тен 13-ті азайтсақ 70-тен 4 болады. 70-тен 14 үлкен 70-тен 4-тен болады. Келесі екінші бөлшекте 100-ден 17-ге 100-ден 55-ті қоссақ 100-ден 72 болады. 100-ден 13 кіші 100-ден 72 бөлшегімен болады. Келесі 80-нен 11-ге 80-нен 19-ті қоссақ 80-нен 30 болады. Яғни 80-нен 32 бөлшегі үлкен 80-нен 30 бөлшегінен болады. Келесі 9-дан 6 бөлшегінен 9-дан 5 бөлшегін алсақ 9-дан 1 болады. 9-дан 2 бөлшегі үлкен 9-дан 1 бөлшегінен болады. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса 30 каналға тіркеліп алады. Пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.